Дәріс тақырыбы әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдері. Дәріс жоспары, көркем шығармамен жұмыс түрлері және оған қойылатын негізгі талаптар. Көркем шығарманы талдау әдістемесі, көркем туындымен жұмыс істеудің кезеңдері мен жолдары. Оқушыны дүние танымына көркем шығарманың әсері және оны талдауда баланың жеке қасиеттерін дамытудағы ықпалы. Бүгінгі сабағымызды 3 түрлі күнделік әдісімен бастаймыз. Яғни бірінші бағанда дәрістен ерекше әсер еткен немесе ой салған дәйек сөзді келтіресіз. Және осыған жеке түсінік бересіз екінші бағанда. Осы дәйек сөзді жазуға не мәжбүр етті, қандай ой тудырды, осыған байланысты қандай сұрақ туды. Және үшінші бағанда замандасқа хат. Яғни бүгінгі сабақтан алған әсеріңіз туралы өзіңіздің группаласыңызға хат жазасыз. Оқу әдісі бұл әдістемелік тәсілдер негізінде жүзеге асады. Әдебиетті мектепте талдап танудың, өзіне қатысты творчестволық оқу, эвристикалық зерттеу, репродуктивтік оқыту методтары бар. Оқыту әдісі мұғалім мен шәкірттің бірлесіп жұмыс істеу әдісі. Көркем шығармамен жұмыс түрлері және оған қойылатын негізгі талаптар. Бірінші жан-жақты толық талдау, екінші шолу бағытындағы талдау, үшінші сұрыптап талдау. Яғни бұл жерде біз тағы да әдіскер Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның айтқанын айтамыз. Әрбір елде дәуір ерекшелігін айқындайтын заман келбеті болатын адамдар болады. Қанипа Омарғалиқызы осындай тұлғаларға жатады. Қанипа Омарғалиқызының есімімен педагогикадағы толыққанды жаңаруға арналған ғылыми әдістемелік негіздің құрылуы мен егеменді мемлекетімізді қазақ тілі мен әдебиетінің дамуы тығыз байланысты. Педагогикалық еңбек психологиясын зерттеушілер әдебиетші мұғалімге мынадай талаптар ұсынады. Зерттеушілік, іскерлік, ұйымдастырушылық, 5 аспаптық. 5-6 класс оқушыларының эстетикалық талғамын жетілдіру мұғалімнің еңбегі. 7-8 класстарда оқушылардың әдеби шығармаға көзқарастары өзгере бастайды. Ал 9-11 класстарда оқушылардың әдеби білімі, эстетикаға, көркем өнерге ынтасы артады. Көркем шығармадан өмірді көріп, өз орнын одан сайлап алу арманына айналады. Ғалым Айтжанованың ұсынған көркем шығарманы талдаудың 5 түрі. Лингвистикалық талдау, салыстырмалы талдау, социологиялық талдау, құрылымдық талдау және эстетикалық талдау. Көркем шығарманы талдауда Блум түймедағы әдісі өте тиімді. Яғни бұнда біздер қарапайым сұрақтар, яғни бұл сұрақтар нақты деректерді еске түсіріп жауап беру үшін қойылады. Мысалы, шығарма кім туралы, не болды деген сияқты. Бұл жерде оқушылар оқып келген шығарманың кім туралы екендігін, не болғанын, қай кезде болғаны туралы баяндап береді. Содан кейін анықтаушы сұрақтар. Бұнда алған ақпаратты анықтау үшін бағытталған. Яғни сенің ойыңша бұл, мен сені дұрыс түсінсем, онда ол былай болғаны ғой деген сияқты. Ал үшінші тәжірибелік сұрақтар. Сіз қалай орындар едіңіз? Одан не істеуге болады? Егер сіз кейіпкердің орнында болсаңыз, қайтер едіңіз деген сияқты сұрақтар қойылады. Төртінші интерпретациялық сұрақтар, яғни түсіндіруші. Белгілі бір мәселелерді шешу барысында жаңа идеяларға итермелеуі мүмкін және түсініксіз іс-әрекеттердің себебін анықтауға көмектеседі. Неліктен, неге, не үшін деген сияқты. 5-ші шығармашылық сұрақтар, яғни болжам. Не болды? Егерде не болады? Ал не өзгерер еді? Осылай болса қайтер еді? Қалай ойлайсыз? Оқиға әрі қарай қалай өрбуі мүмкін? Деген сияқты сұрақтар қойылады. 6-шы бағалаушы сұрақтар. Яғни ойлаудың эмоционалды жағын арттыру үшін бағытталған. Сіз қалай ойлайсыз? Неге мынау жақсы, ал мынау нашар? Бір кейіпкер екінші кейіпкермен несімен ерекшеленеді деген сұрақтар. Мінекей Блум түймедағы бұл көркем шығарманы талдауда қолданылатын керемет әдістердің бірі. Сондай-ақ 4 сөйлем әдісі. Пікір, дәлел, мысал, қорытынды. Пікір, мәтін бойынша туындаған өзіндік пікірін бір сөйлеммен келтіріңіз. Дәлел, келтірілген пікірді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. Мысал, өзіндік пікірді тағы да бір негіздеп кету үшін бір сөйлеммен мысал келтіру. Мысал өмірден алыну керек. Және қорытынды, өзіндік пікірді тағы да бір рет пысықтап, қорытынды шешімді бір сөйлеммен келтіріңіз. Немесе Попс формуласы. Бірінші сөйлем менің ойымша деп басталады. Екінші сөйлем себебі мен оны былай түсіндіремін деп. Үшінші сөйлем оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын.
ал соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім деген сияқты. Сондай-ақ жаңа сабақты джигсо әдісі арқылы түсіндіру да өте тиімді. Бұл сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясының бір әдісі. Яғни оқушыларды топқа бөлу, 4 топ, бір топта 4 оқушыдан болады. Бұларға, мысалы, топта неше класста қанша бала бар, соған қарай бөлесіз, бірақ топтағы оқушының саны 4 немесе 6, әйтеуір 6-дан көп болмау керек. Неге бұл кезде белгілі бір шығарманың мазмұнын бөлімдерге бөліп, мысалы, менің атым Қожа шығармасын алайық, Бердібек Соқпақбаевтың бірінші бөлімін бірінші топ, екінші бөлімін екінші топ, үшінші бөлімін үшінші топ, төртінші бөлімін төртінші топқа бөліп бересіз. Яғни сіздер осы сабақтың үстінде осы джигсо әдісі арқылы 4 бөлімді оқып кетуге мүмкіндік аласыз. Оқушылар шығарманың бөлімнің мазмұнын оқып болғаннан кейін бұл оқушыларды тағы да екінші джигсо отбасына бөлесіз, жанұясына. Яғни оқушылардың әрқайсысын 1, 2, 3, 4 деп санап, бірлерді бір топқа, екілерді екінші топқа, үштерді үшінші топқа, төрттерді төртінші топқа бөліп жібересіз. Сол кезде әр топтан келген оқушы өзінің тобында шығарманың қай бөлімін оқыды, соны мазмұндап айтып беру керек. Көркем шығармаға қойылатын талаптардың бірі оқушы қауымға түсінікті болу жағы. Осы тұрғыдан алып қарағанда жергілікті сөздерді көркем әдебиет тіліне орынсыз, шамадан тыс тықпалай беру шығарманың көркемдік әрінен нұқсан келтіреді. Шығарманы сыдыртып оқып келе жатқан оқушы құлаққа тосын естілетін сөздерден шамадан тыс көп кездессе, естілетін сөздер еріксіз кібіртіктеп бөгеліп, кейде сюжет желісінен айырылып қалып отырады. Бұл әдеби тіл мен ауызекі тілдің ара қатынасын, ерекшеліктерін түсінбеушіліктен туған пікір. Ал жергілікті сөздерді автордың өз баяндауында қолданудағы мақсаты әдеби тілде баламасы жоқ диалектизмдер мен тілімізді байыту. Осы күнгі баспасөз бетінде жиі қолданылып жүрген жақыл, жүйек, атыз, жолықтау сияқты сөздер бұрын бір аймақта ғана қолданылып келсе, қазір жалпы халықтық сипат алады. Егер бар сөзді талғамай жатсынбай қолдана берсек, онда шейіннің орнына шекейін, ендішенің орнына әше, иенің орнына еге, сонаудың орнына тонау, аманбыз дегеннің орнына мұздай қара көк, барайық дегеннің орнына баралы, келесіз дегеннің орнына тағы да басқа толып жатқан жергілікті ерекшеліктерді әдеби тілге енгізу керек болады. Абай мен Ыбырай шығармаларында диалектизмдер өте аз, 3-4 сөз. Сондықтан да ондай бірен сараң сөздер шығарманың тіліне ақау келтіре алмайды. Қазақтың әдеби тілі, әсіресе сөздік қорымыз әбден қалыптасып болды деп айта алмаймыз. Кейбір жағдайларда әр өлкеде әртүрлі айтылатын сөздердің ішінен мына сөз әдеби тілдің нормасы, мына сөз диалектизм деп кесіп айту қиын. Қазір стильдік, синтаксистік, орфографиялық нормалары қалыптасқан әдеби тіліміз барда, ауызекі тіл аясында қолданылатын сөздер бар. Ауызекі тілде кездесетін кейбір сөз бен сөйлемдерді әдеби тілде талғамсыз қолданып, шығарманың құндылығына нұқсан келтіруге болмайды. Әрине, жоғарыда көрсетілген кемшіліктер осы күнгі көркем шығармада жазушылардың стиль ерекшеліктеріне жалпылық сипат алып отырған жоқ. Әдеби тілдің үлгісі не дегенде, біз ең алдымен көркем әдебиет тілін айтамыз. Әдеби тілдің нормасы дегенде, тағы көркем әдебиет тіліне жүгінеміз. Тіл білімпаздары тіл зерттегенде, сөздіктер жасағанда, ең алдымен көркем әдебиет тілін негізге алады. Түрлі мектеп оқулықтары мен хрестоматияларға үзінділер беріп, біз мектеп оқушыларын мәдениетті, сауатты сөйлеуге көркем шығармаларын қадірлейді, көп оқиды, оның тілін үлгі тұтады. Егер көркем шығарма тілінде әдеби тілге жатпайтын кедір-бұдыр өңделмеген сөйлемдер кездесіп отырса, ондай сөздер оқушылардың тілін байыта алмайды. Жергілікті халық тілінің байлығын пайдалануда бізде осы күнге дейін әртүрлі түсініліп жүрген жайлар жоқ емес. Кейбір көркем сөз шеберлері, аудармашылар тіл байыту дегенді бір жақты түсініп, кейде жалпы халықтық баламалары бола тұрса да, жергілікті сөздер мен грамматикалық тұлғаларды жиі қолданады. Бізде көркем шығарманың тіліне үлкен талап қоярлықтай талғампаз, сауатты оқушылар өсіп жетілді. Сондықтан біз мұндай кемшіліктерге жол бермеуіміз керек.
Әдеби тілдің даму бағыты әрқашанда бірыңғай сипатта болған емес. Дәуір талабы оның даму бағытына өзгеріс енгізеді. Сөз өнерінің шебері әдеби тілдің белгілі бір дәуірдегі осындай даму тенденциясы мен бағытымен есептесуге тиіс. Ол өзіне тән көркемдік, стильдік ерекшелігін сақтай отырып, бүкіл творчествосы мен жаңалығы мен белгілі кезеңде негізі салынған әдеби тіл дәстүрлерін одан әрі дамытып отырады. Қазіргі қазақ әдеби тілінің даму бағыты ұлы Абай шығармаларында анықталғаны мәлім. Абай дәстүрін, ол белгілеген бағытты тілдің осы күнгі даму сипатымен ұштастырып, шеберлікпен дамытып отырған ақын жазушылар бізде аз емес. Бірақ көркем әдебиетпен айналысып жүрген адамдардың ішінде қазақ әдеби тілінің даму бағытын жете түсінбейтіндер де бар. Сондықтан кейбір шығармаларды қолдану аясы тар сөздер, тілімізді шұбарлайтын диалектизмдер жиі кездеседі. Біздерге талас тудырып жүрген мәселелердің бірі көркем әдебиет тілінде диалектизмдерді, жергілікті сөздерді пайдалану мәселесі. Көркем әдебиет тілінде жергілікті сөздерді мүлдем пайдаланбау керек деу дұрыс емес, бірақ әдеби тілде баламасы бар диалектизмдерді авторлық баяндауда көп қолдана бермей, жалпы халықтық әдеби тілдің нормасын сақтау керек. Көркем әдебиет тілінде диалектизмді пайдалануды сөз еткенде, біз екі нәрсені шатастырмауымыз керек. Диалектизмдерді автордың өз баяндауларында мәселесі барда, кейіпкерлердің тілінде беру жағы бар. Кейде жазушы сипаттап отырған кейіпкерін өзіне тән ерекшеліктермен толық көрсету мақсатында диалектизмдерді әдейі қолданады. Бұл жазушыға кейіпкерді неғұрлым нанымды, жан-жақты көрсетуіне мүмкіндік береді. Көркем шығарманы талдау әдістемесі. Көркем туындыдағы авторлық көзқарас, көркем туындыдағы мазмұн мен түр бірлігі, суреткердің көркем тәсілі, дүниетанымы, көзқарасы, олардың арасындағы байланысты ашу. Әдеби талдаудың негізгі тәсілдері, бағыттары. Көркем туындыдағы жазушы ойына, идеясына көз жүгірту. Тарихи салыстырмалы әдіс. Көркем шығармадағы шындықты негізге ала отырып талдау. Ақиқатқа жету, проблеманы шешу үшін ізденеді, зерттейді. Оқыған шығармаға ой жүгіртіп, өз ойын, болжамын, көзқарасын айтуға машықтанады. Оқушы мәтінге жүгініп, өз ойын, болжамын, көзқарасын айтуға машықтанады. Екі рет айтып кешірерсіздер. Оқытудың жалғаспалық, жүйелік принципі тоғыса келіп, оқушыға терең білім беру жүзеге асады. Көркем туындының композициясын талдау. Яғни шешімі, шарықтау шегі, шиеленіс, дамуы, байланыс, экспозициясы, идеясы, тақырыбы. Негізгі оқиғаларды сұрыптап алу әдісі. Және қорытынды. Көркем әдебиеттегі шеберлікпен үйлесімді оқушыларға терең таныту шығарманың әсемдік ерекшеліктеріне талдау жасауға негізделмек. Төлеутай Ақшолақов. Жазушы көркем туындының болмысын танытатындай, ондағы оқиғаларды бір-бірімен байланыстырады. Ондағы кейіпкерлер тіршілік кешеді, еңбек етеді, бір-бірімен қатынасқа түсіп, тартысқа да барады. Соңында уақыт пен кеңістікке сіңісіп, орнығады. Осы кезде ең бірінші көзге түсетіні автор баяндайтын оқиға. Ол жекелеген эпизодтардан құралып, шығарманың тақырыбын, идеясын, жанрлық ерекшелігін ашады. Автор өз шығармасында өмірдің әлеуметтік қоғамдық жағдайын, бір кезеңдегі адамдардың өмірін суреттейді.